Сау саламатсыздар ма қымбаттыларым, бүгін садақа жөнінде біраз әңгіме қозғайық. Негізі садақа беріп жүр. Бар ауыртпалығыңды садақа алып кетеді дейді, иә? Негізі қазақ халқы біліп айтады барлығын. Сондықтан да қазіргі мына ораза айында көптеп садақа беріңіздер. Негізі басқа айларда да басқа күндерде де садақа беріп үйреніңіздер. Негізі садақа үш түрге бөлінеді деп айтады, иә? Жол садақасы, жан садақасы және тән садақасы деп айтады. Жолға шығатын болсаңыздар, міндетті түрде жол садақасын беріп жүріңіздер. Және де әрине жан садақасын қосып, тән садақасын қосып та берулеріңізге болады. Әр жылы негізі садақаны 1 килограмм ұнның мөлшерінде деп бағалап беріп жатады, иә? Бірақ та алып қарайтын болсақ, адам болғаннан кейін, бұл өмір болғаннан кейін әр адамның өмірі әр салада әртүрлі болады, иә? Сондықтан да егер де сіз қандай да бір нашар тұратын адамдарды білетін болсаңыз, сіздің көршілеріңіздің маңайыңызда нашар тұратын адамдар болатын болса, міне сіз сол адамдарға көптеп садақа беретін болсаңыз, міне мол сауап осыдан жазылады деп айтады. Сіз көзіңізбен көріп тұрып, нашар тұратын адамдарды оларға бермей, басқа жаққа беріп жататын болсаңыз, әрине ол дұрыс емес деп мен өз басым ойлаймын. Сондықтан да бірінші көршілеріңізді, маңайыңыздағы адамдарды, таныстарыңызды, немесе өзіңіздің балаларыңыз, мектепте оқитын балаларыңыз болса, соның сыныптастарының арасында қандай да бір нашар тұратын ата-аналар болатын болса, соларға болысып, бір сынып болысып, ата-аналар жиналып, иә, қандай да бір сауапты іс жасап, садақаларыңыздың барлығын жинап, осындай отбасыларға көмек ететін болсаңыздар, әрине ондай істеріңіздің сауабы молымен болады. Негізі Құранда да жазады, иә, садақаны молымен беріңіздер дейді. Сондықтан да әр күні болсын, әр айда болсын, садақа беруді ұмытпаңыздар. Негізі қазақ халқы құрбандық шалып жатады, иә? Өздерінің жағдайларына қарата қой сояды, немесе ірі қара сойып жатады, кейбіреулер жылқы сойып жатады. Көптеген біраз отбасы қосылып үлкен мал алып сойып жатады, құрбандық шалады өстіп. Негізі қазақ халқы бұрынғы замандарда мына пәле қала кетіп қалсын деп көптеген құрбандық шалатын болған екен. Сондықтан да қазіргі заманда да міне көптеген отбасыларын білемін мен, қандай да бір жамандық жоламас екен деген ойларымен 3-4 отбасы қосылып, үлкен ірі қара мал алып, сондай құрбандық шалып жатады. Сондықтан да сіздер де осы жайында ойланып, садақа беріп өмірлеріңізде, тән садақасын, жан садақасын, жол садақасын бере жүріңіздер. Сау саламатта болыңыздар, дендеріңіз саулық, өмір жастарыңыз ұзақ болсын, бала шағаларыңыздың қызығын көріңіздер, әдемі күндеріңіз көп болсын.